Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Теле сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ауызша және жазбаша сөйлеу. Сабақтың мақсаты сызба арқылы мәтіннің мазмұнын болжау. Өз ойымызды дәлелдеуді үйрену. Оқушылар, мына сызбаға қараймыз. Өлеңнің мазмұнын болжауға бола ма? Өлеңнің тақырыбы үш бақытым. Қараймыз, ойланамыз. Жақсы, бірінші бақытым халқым деп тұр. Бұл жерде не айтылуы мүмкін? Яғни халқына, еліне деген махаббатын жырлауы мүмкін. Ал екінші бақыты тілім деп тұр. Жер бетінде тілін қадірлемейтін, қастерлемейтін ұлт жоқ шығар. Ал үшіншісі отаным деп тұр. Үшінші бақыт отан екен. Біз отанымызбен мақтанамыз. Біздің отанымыз Қазақстан. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың үш бақытым өлеңін ақынның оқуында тыңдайық. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиет тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерем. От сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келді аға, отал менен. Түтін түтет, өс, өрбе, көгере бер, немерелер көбейсін, шөберелер, жадың тұста, жақсылық күтпегейсің. От емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Мінекей оқушылар, біз Мұқағали Мақатаевтың өз даусымен оқылған үш бақытым өлеңін тыңдадық. Енді осы өлеңдегі сөздердің түсініктемесіне назар аударайық. Кен, зерде, ой құндылығы, ой байлығы. Нарық, сатылатын заттардың тұрақты құнын білдіретін бағасы. Таш жүрек, мейірімсіз, қайырымсыз. Түңілу, күдер үзу, қол үзу, безу. Жалғанда, өмірде, дүниеде. Ауызша және жазбаша сөйлеу туралы білетінімізді осы Вен диаграммасына салайық. Ауызша сөйлегенде дыбыс, екпін, интонация, ишара, қимыл, қозғалыс болады. Тіл, дыбыс болады екен. Сөйлеу арқылы өз ойымызды, сезімімізді айтып жеткіземіз. Және біреудің пікірін тыңдайды екенбіз. Жазбаша сөйлеуде еркін көсіліп жазуға болады. Бұл жерде ешкім кедергі келтірмейді. Енді оқушылар, осы ауызекі сөйлеу мен жазбаша сөйлеудің қандай ортақ қасиеті бар? Ойланайықшы. Әрине екеуі де сөйлеудің түрлері. Міне ол ортақ қасиеті екен. Оқулықтағы 8-ші жаттығуды орындаймыз. Мақал мәтелдерді оқимыз, олардың мағынасын түсіндіреміз. Жақсы сөз, жарым ырыс. Қандай мағына береді? Барлық уақытта жақсы сөз айтуға, жақсы сөйлеуге тырысу керек. Сөз сүйектен өтеді, таяқ
еттен өтеді. Сөз сүйектен өтеді деп дана халқымыз текке айтпаса керек. Әр айтылған сөздің салмағы бар. Әр сөздің жұмсалу реті бар. Дұрыс емес жерімізді сөз арқылы түзетіп, ұялтып отырған. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Кейде біз аңдамай сөйлеп, біреуді ренжітіп аламыз, ісімізге өкініп жатамыз. Сондықтан сөйлер алдында ойланып алғанымыз дұрыс. Айтылған сөз, атылған оқ. Айтылған сөзді кері қайтара алмаймыз. Сондықтан атылған оқпен тең. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен жоқ болса, кішіден сұра. Барлық уақытта білмегеніңді сұрауға ұялмау керек. Үлкен кісі болмаған жағдайда көп білетін жасы кішіден сұраудың ұяттығы жоқ дегенді білдіреді. Жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Жақсы кітап ақыл үйрететін, білім беретін ұстазың, жан ашыр досың дегенді білдіреді. Оқушылар, жазбаша сөйлеу туралы айтылған мәтелді анықта. Қайсы деп ойлайсыңдар? Әрине ол жақсы кітап, жақсы дос, үнсіз ұстаз. Оны дәптеріңе көркем етіп жаз. Жүсіп Баласағұнның өлеңін мәнерлеп оқимыз. Сөз қуаты шығарар ел төріне, жер бетінен самғатар көк шегіне. Екі нәрсе тірі адамға керегі, бірі көңіл, бірі тілдің желегі. Көңіл тілдің иесі, сүйенеді сөз тілге, сөз күйресе, күйрені көңілмен тіл көркіңде. Оқушылар, осы өлеңдегі сөз қуаты тіркесі қандай мағына береді? Соны анықтаңдар. Оқулықта тұр. Қайсы сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Яғни сөз күші сәйкес келеді екен. Сөз күші адамға қанат бітіреді. Көк жүзіне самғатады. Сөзің дұрыс болмаса, өзгенің көңілін қалдырасын. Сондықтан әрбір сөзімізді ойланып, ой елегінен өткізіп барып, айту керек. Мына сөздердің жазылуын есте сақтаймыз. Және жазған кезде қатесіз жазуға тырысамыз. Мұқият, нарқы, түңілу, ырыс. Оқушылар, оқулықтың 8-ші бетіндегі 10-шы жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқиық. Бірде Еркебай күні бойы ойнап, сабағына дайындалмастан ұйықтап қалды. Таңертең әлденені сылтауратып, мектепке барғысы келмей жүріп алды. Мұны әжесі байқады да, киімін кие бастады. Әже, сіз қайда барасыз? Деді Еркебай. Мектепке. Онда не істейсіз, әже? Сенің орныңа оқып келемін. Еркебай қатты ұялды. Әже, әжетай, бармай-ақ қойыңызшы, өзім барамын. Сол күннен кейін Еркебайдың сабағы жөнделе бастады. Күні бойы ойнағанды қойды. Әжесінің рұқсатымен біраз ойнап келеді де сабағына кіріседі. Балдырған журналынан. Оқушылар, Еркебайдың өзгеруіне не әсер етті? Ойланамыз. Енді оқушылар үйге тапсырма. Осы мәтінді мазмұндаймыз, әжесі мен немересінің диалогын көшіріп жазамыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта нені білдік? Сызба бойынша өлеңнің мазмұнын болжадық. Өз ойымызды дәлелдеуді үйрендік. Оқушылар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Телесабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымызда көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындау тақырыбымен танысамыз. Бірінші тапсырманы орындау негізінде алдыңғы сабақта танысқан көп таңбалы сандарды дөңгелектеу білімімізді пысықтаймыз. Бірінші тапсырма: кестені оқып сандарды миллионға дейін, жүздік мыңға дейін, ондық мыңға дейін дөңгелектеу ұсынылады. Балалар, енді осы кестеде берілген көп таңбалы сандарды тиісті разряд бірлігіне дейін дөңгелектеуіміз қажет. Белгіленген разряд бірлігінен кейін оң жақта тұрған бірінші цифр 0, 1, 2, 3, 4 болса, онда разряд бірлігі өзгеріссіз қалдырылады. 5.459.028 санын миллионға дейін дөңгелектеу. Бірлік, ондық, жүздік, бірлік мың, ондық мың, жүздік мың, бірлік миллион. Бірлік миллион разряды 5 бірлікті белгілеп аламыз. Оң жақтағы қалған цифрларды нөлге ауыстырамыз. Нәтижесінде аталған санға жуық тең 5 миллион. Келесі көп таңбалы сан 2.734.231 санын ондық мыңға дейін дөңгелектеу. Тексерейік. Бірлік, ондық, жүздік, бірлік мың, ондық мың, ондық мың, разряд бірлігі 4 бірлік. 4 цифрының оң жағындағы барлық цифрларды нөлге ауыстырамыз. Нәтижесінде аталған санға жуық тең 2.730.000 саны шықты. Дөңгелектеу қажет етілетін цифрдан кейін, яғни разряд бірлігінен кейін, бірінші 5, 6, 7, 8, 9 болса, белгіленген разряд бірлігін бірге арттырамыз, яғни бір бірлікке қосамыз. 2.803.263 санын миллионға дейін дөңгелектеу. Дөңгелектеу қажет етілетін разряд бірлігі 2 цифры. 2 цифрынан кейін бірінші 8 цифры тұрғандықтан 2 бірлікті бір бірлікке арттырып 3 деп жазамыз. Қалған цифрларды нөлге ауыстырамыз. Нәтижесінде аталған санға жуық тең 3 миллион. 2.655.765 санын жүздік мыңға дейін дөңгелектеу. Жүздік мың разряд бірлігінен кейін 5 цифры тұрғандықтан 6 бірлікті бір бірлікке арттырамыз, яғни 7 бірлік деп жазамыз. Аталған санға жуық тең 2.700.000 саны шықты. 2.889.156 санын ондық мыңға дейін дөңгелектеу қажет. Ондық мың разряд бірлігі 8. 8 цифрынан кейін 9 болғандықтан 8 бірлікті бірге арттырамыз, яғни 9 деп жазамыз. Қалған цифрларды нөлге ауыстырамыз. Нәтижесінде аталған санға жуық тең 2.890.000 санын шығардық. Балалар, көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындауда 0 мен 1 сандарын қасиеттерін қолдануларын қажет. Көп таңбалы сандарды бірлікке арттыру. Тапсырманы орындай отырып, ауызша түсіндірейік. 14.003 қосу 1 тең 14.004. 200.125 пен 1 сандарының қосындысының мәні 200.126-ға тең. 865.007 мен 1 сандарының қосындысы 865.008-ге тең. Қосындының мәніне назар аударыңдар. Қандай сандар берілген санынан бір бірлікке арттырылды? 14.003 санынан 14.004 саны бір бірлікке артық. 200.125 санынан 200.126 саны бір бірлікке артық. Дұрыс жауап беріп жатырмыз. Келесі өрнекті талдайық. 865.007 санынан 865.008 саны бір бірлікке артық. Балалар, есте сақтаймыз. Санды бірлікке арттырғанда натурал сандар қатарындағы сол саннан кейінгі сан алынады. Санды бірлікке кеміткенде натурал сандар қатарындағы сол санның алдындағы сан алынады. Көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындауда
0 санын қасиеттерін қолданамыз. 326 миллион 478 мың 651 мен 0-дің қосындысы нешеге тең балалар? Бірден есептей аламыз ба? Әрине, бірден есептей аламыз. 326 миллион 478 мың 651 мен 0 сандарының қосындысының мәні 326 миллион 478 мың 651-ге тең. Келесі өрнекті оқи қойыңдар балалар. 712 миллион 359 мың 456 мен 0 сандарының айырмасының мәні нешеге тең? 712 миллион 359 мың 456-ға тең. Өте жақсы. Келесі өрнекті оқыңдар балалар. 348 миллион 400 мың 208 бен 348 миллион 400 мың 208 сандарының айырмасы 0-ге тең. Балалар, қосындының айырманың мәніне назар аударамыз. Есте сақтаймыз. Қосылғыштардың бірі 0 болса, онда қосындының мәні екінші қосылғышқа тең. Азайтқыш 0 болса, айырманың мәні азайғышқа тең. Азайғышта, азайтқышта бірдей саннан тұратын болса, онда айырманың мәні 0-ге тең болады. Көп таңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосуға және азайтуға болады. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Тапсырманы жазбаша орындаймыз, қалай орындағанымызды ауызша түсіндіріп бересіңдер. 8 бірлік азайтылған 3 бірлік мәні 5 бірлікке тең. 8 мыңдық пен 3 мыңдықтың айырмасының мәні нешеге тең балалар? 5 мыңдыққа тең. Жауабы дұрыс. 6 ондық пен 2 ондықтың қосындысының мәні неше болады? 8 ондық болады. Өте жақсы орындадық. Балалар, 4-ші тапсырманы орындайық. Қалай орындағанымызды ауызша түсіндіріп беріңдер. 6 ондық мың мен 2 ондық мыңның қосындысының мәні нешеге тең? Есептеңдер балалар. 8 ондық мыңға тең. Өте жақсы. 900-дік пен 400-діктің айырмасының мәні нешеге тең? 500-дік тең 500. 900-дік мың мен 400-дік мыңның айырмасы неше болады балалар? 500-дік мыңға тең болады. Балалар, 5-ші тапсырманы орындайық. Өрнекті кім оқиды? 3000 қосу 500, қосу 90, қосу 4 мәні нешеге тең болады? 3594. 3594 пен 4-тің айырмасын табу үшін балалар 3594 санының бірліктер разрядындағы 4 бірліктен 4 бірлікті азайтамыз. Мәні нешеге тең? 3590. 3594 азайту 90 мәні нешеге тең балалар? 3504-ке тең. Келесі мысал, 3594 пен 500 сандарының айырмасын қалай анықтаймыз? 3594 пен 500 сандарының айырмасының мәні 3094-ке тең. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін өте жақсы жұмыс жасадық. Сабақта көп таңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу мен азайтуды өте жақсы орындадыңдар. Сау болыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.
Hello, boys and girls. Let's start our lesson. Look at this. What is it? You are right. This is a ball. Can you guess what are we going to talk about today? Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгін біздің тақырыбымыз не жайлы болмақ? That's right. Today we are going to talk about sports, popular sports in Kazakhstan. Today we will learn new words, read a short text, do yes or no task, and read some interesting facts about sport. Балалар, бүгін біз сабақта жаңа сөздер үйренеміз. Қысқа мәтін оқимыз. Я немесе жоқ, қысқа жауапқа берілген тапсырма орындаймыз және спорт жайлы қызықты мәліметтермен танысамыз. Let's learn the new words. So, please listen and repeat. Popular, popular, танымал, team sport, team sport, командалық спорт түрі, individual sport, individual sport, жеке спорт түрі, ice hockey, ice hockey, мұз хоккейі, cross country skiing, cross country skiing. Repeat please. Cross country skiing. Шаңғымен сырғанау жарысы. Well done. Now please look at the board. Look at the picture A. What kind of sport is it? You are right. This is tennis. Look at the picture B. What are they doing? They are playing football. Good. Which one is a team sport? Tennis or football? Great. Football is a team sport. Tennis is an individual sport. Let's look at the pictures C and D. What can you see in the picture C? You are right. It is volleyball. In the pictures D is cross-country skiing. Repeat please. Cross-country skiing. Good. Which one is an individual sport? Volleyball or cross-country skiing? Good. Cross-country skiing is an individual sport and volleyball is a team sport. Excellent. You are great students. Балалар, қазір бұл тапсырмада суреттер мен сөздерді сәйкестендіреміз. I think you are ready. Let's check all together. First, football. Is it picture A, B, C, or D? Great, it is picture D. Next one, cross-country skiing. Is picture C. Good. Next, boxing is picture A. Good. And ice hockey is picture B. Great. You are very clever. Dear boys and girls, now we are going to read a short text. Please follow me. Балалар, ал қазір біз қысқа мәтін оқимыз. Мәтінді бірге оқиық. My name is Aydar. I live in Nur-Sultan. My favorite sport is boxing. Boxing is an individual sport. It is very popular in Kazakhstan. My name is Aruzhan. I live in Almaty. My favorite sport is cross-country skiing. It is an individual sport. I like going skiing in mountains with my family. I am Arman. I live in Shymkent. My favorite sports are football and ice hockey. They are team sports. I like football very much. I often play football with my friends outside.
Well done. Let's continue and do the task. Read the sentences and choose yes or no. Are you ready? Let's start. First, boxing is an individual sport. Yes or no? Of course, yes. Good. 2. Boxing isn't very popular in Kazakhstan. Yes or no? No. Boxing is very popular in Kazakhstan. Ice hockey and football are team sports. Yes or no? Great. Yes. Arman often plays football. Yes or no? Good. Yes. Well done. Dear boys and girls, now we are going to read some interesting facts about sport. Балалар, ал қазір біз спорт жайлы қызықты мәліметтермен танысамыз. Did you know? Сендер білдіңдер ме? Do you like tennis? Did you know that it is a bad luck to wear yellow clothes when you play tennis? Балалар, сендерге теннис ойнаған ұнайды ма? Теннис ойнаған кезде сары киім кию сәтсіздік алып келетіні туралы білесіңдер ме? Do you like Medel Sport Center? Did you know that 1951 was the year when Medel Sport Center near Almaty opened? It is the highest ice skating rink in the world. Балалар, сендерге Медеу спорт кешені ұнайды ма? Медеу спорт кешені 1951 жылы Алматыға жақын жерде ашылған екен. Ол әлемдегі ең үлкен мұз айдыны. Dear boys and girls, do you like watching football? Did you know that football is the most watched sport in the world? Балалар, сендер футбол көргенді ұнатасыңдар ма? Футбол әлемдегі ең көп қаралатын әрі танымал спорт түрі екен. Do you like skating? Have you ever been to Alao Ice Palace? Did you know that Alao Ice Palace was built in Nur-Sultan for the Asian Winter Games in 2011? Балалар, сіздерге коньки тебу ұнай ма? Сендер Алау мұз айдыны сарайында болдыңдар ма? Алау мұз айдыны сарайы Нұр-Сұлтан қаласында 2011 жылы Азия қысқы ойындарына орай салынған екен. Well done, dear students. Let's continue. So, which of these sports are popular in our country? Football, cross-country skiing, boxing, or ice hockey? Let's think. We can say boxing is popular in our country, or cross-country skiing isn't very popular in our country. Dear boys and girls, please make up your own example and write them in your copybooks. Балалар, үлгіні пайдалана отырып, сөйлем құраймыз және сөйлемдерімізді дәптерге жазамыз. Dear students, our lesson is over. See you next lesson. Goodbye.